Творожный пирог дайындаймыз. Онымызға қопсытқыш какаоны салып, араластырып алып, үстіне теркадан сармаймыз өткіземіз. Осылай видеодағыдай. Содан соң қолымызбен араластырып алып, секер салып үстіне тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқамызды бір-бірден салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, тоңазытқышқа салып қоямыз, салмасы дайын болғанша. Салмасы үшін бізге сүзбе керек, жұмыртқа, творожный сыр және де секер керек. Жақсылап блендермен езіп аламыз, араластырып. Салмамыз дайын. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, пергамент төселген формамызға орналастырып аламыз. Кішкентай бөлігін алып қаламыз, оны бетіне қою үшін. Жан-жағын осылай тегістеп, шанышқымен түзеп шығамыз. Салмасын саламыз ортасынан, бетін тегістеп аламыз. Содан соң жаңағы кішкентай алып қалған бөлігін осылай қолымызбен салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 50-60 минут пісіреміз. Пирогымыз піскеннен кейін әбден суытып барып кесеміз. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер.